Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге Төреғали Төреәлінің абақтыдан шыққанын хабарлағым келеді. 14 маусым күні Алматыда есірткімен мас күйінде көлік жүргізіп полицияға ұсталған Төреғали Төреәлі бостандыққа шықты деп хабарлайды. Бұл жайлы әншінің адвокаты Эльнара Кішкенбаева айтты. Әншінің адвокаты Төреғали Төреәлі үшін алаңдаушылық білдірген оқырмандарға мың алғыс білдіреді. Төреғали Төреәлдарыңыз бостандыққа шықты. Қолдап қорғаған оқырмандарға мың алғыс. Бәрі жақсы, уайымдағандарыңыз үшін рахмет айтамын деп жазды. Еске сала кетсек, 14 маусымда әлеуметтік желіде Алматыда жол бойында полиция қызметкерлері Lexus көлігін жүргізушімен ұсталған сәтінен видео тараған еді. Куәгерлер ұсталған азаматтың танымал әнші Төреғали Төреәлі екенін байқаған болатынбыз. Егер де бүгін мен сіздерге ұсынған ақпарат ұсынса, лайк басып тіркеліп кетсеңіздер.